Қайырлы күн достар, каналға қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін мен осындай жұмсақ әрі дәмді булочканың рецебімен бөліспекшімін. Каналға тіркеліп, менімен бірге болыңыздар. Булочка жасау үшін барлық заттар бөлме температурасында болуы қажет. Таза ыдысқа жылы сүт құйып, оның үстіне бір қасық қант саламыз. Және бір қасық дрожжи қосамыз. Венчиктің көмегімен дрожж ерігенше асықпай әдемілеп араластырамыз. Дрожж көпіршіп бетіне шыққан соң, оның үстіне жарты қасық тұз қосамыз. Осыларды араластыра отырып, үстіне жарты стакан сұйық май қосамыз. Бір стакан су қосып, алдын ала електен өткізілген ұнды аз-аздап саламыз. Осыларды бір келкі болғанша араластырамыз. Ұнды шетінен аз-аздап сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. 40 минутқа бетін жауып қойып, қамыр көтерілгеннен кейін өзіміз қалаған булочкаларды жасаймыз. Бұл жерде булочканың бірнеше түрлері көрсетілген. Көбімізге таныс оралған, дөңгелектенген және шиыршықталған бірнеше түрлерін жасаймыз. Булочка жақсы көтерілу үшін қамырды өте жұмсақ етіп илеу қажет. Қолға жабыса береді деп ұнды көп салмай, бір ас қасық сұйық май қосып илесек, булочкамыз өте жақсы көтеріледі. Булочканы жасаған кезде столды аздап майлап жіберсек, оған жабыспай жақсы жасалады. Булочканың арасына қалауымызша өріп, мейізде қосып жасауға болады. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, көтерілуге жылы жерге 5-6 минутқа қойып, күнжіт немесе мак себуге болады. 180 градуста беті қызарғанша пісіреміз. Рецебі ұнаса каналға жазылып, комментария қалдыр.